Әлі ұлы Ерғали болам. 1979 жыл туылғам. Осы ауыл шаруашылығындамыз. Осындай атқа құмар адамыз. Газ. Бисмилла. Мінілмеген бұл. Енді мініл бар. Міне мінез жоқ. Қасиеті осындай бұл жылқы малының. Бұл жылқы малы бір қасиеті. Көрдің ғой, жаңа құласам да теуіп кетпеді. Бұл адамға өте жақын келеді. Міне мен түскеннен кейін біраз сипап қыдығынап қой керек. Әсіресе мына бауыр жақтардан былай қызықтарын. Сонда кейін ат болғанда құласаң да жәндегі қыдығына теуіп кетпейтін болады да. Мен Ерғалидың анасымын. Күнделікті тіршілікпен сиыр сауға кетіп бара жатырмын. Әйтеуір бала-шаға қамы ғой. Немерелер келеді. Артан үлкен балам да кеп жатыр. Бәріне айран сүт керек. Сол үшін сиыр сауайын деп бара жатырмын енді. Алла амандық берсе, мына балдарға сүт беріп жіберсем, сиырдың бұзауын шығарайын қазір. Жасыңыз нешеде апа? 62-те. Әлі сиыр сауға қуаттысыз. Иә, Құдайға шүкір. Нәски тоқиым, отырып, ұршы киірем, әшкей киімейм, ұстап шешем бәрін, үлгерем бәрін. Бөбе жұбатам, Аян деген бір дәу бар, соны жұбатам. Әкем керек. Біреу. Аяна шибілі балам. Жас кезінде түрегіп жүріп, жүгіріп жүріп сауатынем. Қазір енді аяқ байлауға, асықпай отыруға әрекет қылып жатыр. Келіннің қол тимей атқасын. Жылайтын бала бар үйде. Келген қонаққа шай бар беремін. Көмектесіп тұрамыз. Денім сау болса, тірліктен аянбайым деп. Бала-шағаның несібесі ғой бәрі. Бала-шаға үшін осын. Әйтеуір сауамыз. Бірлетіп жүріп. Сау балам, кішкенайдан. Ерте туған, 5-6 ай болып туғанына. Денсаулығыңыз қалай апа, жақсы ма? Денсаулығым жақсы. Анда-санда өзім бір тәліскеніп ауырып алам. Бала-шаға ертелеп. Мен қадірімді білсін деймін да. Бір 10-15 минут жатып алам. Сонан кейін қайтып тілімді істеп кетемін, мотор шүйіп тоқимын. Газет болса оны көріп тастаймын. Бір тігілетін нәрсе болса оны тігіп тастаймын әйтеуір, қарап отырмаймын дейді. Жасым қаншада дедіңіз? 65-ке келдім. 66-ға шығамын. Құда қаласа. Мына ауылда тоғайын жағасы болғаннан кейін әйтеуір елді отынмен қамтимыз деп арасында мынандай отындар шауып халыққа апарып беріп тұрамыз. Былай қайырып аламыз да қаптаймыз бет. Жатығымен саламыз. Мына қаптың формасын шығарамыз естеп.
бата көкпарда әйтеуір бұйырған шауып қайтып. Енді көкпарға келетін болсақ, бұрынғы көкпарда емес қой қазір көкпар. Айландыру дейді, басқа дейді. Бұрынғы көкпар таза көкпар болған, өзі еңкейіп, өзі шауып жатқан, өздері тартысып. Қазір көкпарға көңілім толмайды негізі. Ертең көкпар, сол көкпарға өтеміз өтіп, соған аттарды денесін жеңілдетіп бір күн алдын мініп қою керек негізі. Шым-шым тер шығарып, өз-өзіне келтіріп. Енді қазір ат мінеміз енді. Анау аттар қазір су барып, ертіп, бір-екі сағат мініп қайтамыз. Содан кейін шым-шым тер шыққаннан кейін әкеп жабулап, ертең көкпарға қаңтарып, жем беріп, азында кішкентай шөпке қоямыз. Сөйтеміз де суға көкпарға шығып кетеміз ары қарай. Мынау су қалды, бұны иттер жалап кетті, бұны енді ат ішпейді, сондықтан бұны төгеміз, сөйтіп жаңартып су құюымыз керек. Су сұрап келіп ішіп кетеді. Су жағалап жүре бермейді. Үйден су беретін білген екен келіп, осы құдыққа келеді. Сөйтіп су арып жібереміз. Қыс ауасында жан-жақта көлшіктерді барды қатқылап, дарияға да сол кезде бұл қасиеті су сұрапта үйге келеді. Жылқының қасиеті сондай. Үйге кіріңіздер. Жен мынау. Ауыл деген жаңа жайлы, ай жоқ, шай жоқ, ешкім пәлен демейді. Бұл ауылдың берекесі. Мынау дастарханда не тұр, бәрі болу керек. Бәрін еңбекпен әкелесің, бірақ сиыр сауасын онда сатып алмайсың, еңбек етуің керек. Енді от жағу, күл шығару қазақтың бұрыннан келатқан ата дәстүрі. Қалаға барғымыз келмейді. Ауылда отыра бергім бар. Ауыл деген жанның раты ғой, таза ауа, кең жайлау, малың анақтан келіп жатады, сиырың мынаяқтан мөңіреп. Бала-шаға далаға шықса топыраққа бір шомылып келеді, үйге келсін жылы сумен бір шайындырып алып. Рахат осы ауылда деп ойлаймын өз басым. Қалаға барсам екі күнде ауылға қайтқым келеді. Бар ғой, балдар бар. Мынау тұрған арысқа барсам 2 сағаттан кейін қайтқым келеді. Сөздің ашығы, ауылдың берекесі осы мол дастарханда деп ойлаймын мен. Бала-шаға мен қасында ойнап жүрсе, одан артық не керек ауылда. Сонымен мына балдар атына мінеді. Әйтеуір аптасына бір көкпарына барып жатады. Ауыл жақсы ғой. Мынау табанан, сармай, айран, сүт бәрі натуральный.
Қалаға барсаң жаңа қолтықын аңсап тұрасың. Ауылда өскенбіз, қамыр ауқатың бар, басқаң бар. Берекелі ғой ауыл деген. Дастархан байлығын берсін, деннің саулығын берсін. Не Құдай не тілесек тілегімізді қабыл қылып, мұратымыз асыл болсын. Бала-шағамыздың амандығын берсін. Үйдегі түздегі менмін деген адамдардың бәріне Алла тағалам денсаулық берсін, жақсылық берсін. Осы ішкен дәмнің сауабын осы жерден дәметкен әруақтарға бағыштадық. Айналайын Құдай, жұртқанда ерлердің жолы болсын, үйдегі бала-шағаның күлкісі шыны болсын. Құдай осы жақсы күннен айырмасын. Аумин. Мынау көк шыққан екен, ат түлеп отырады. Мынау қыл-қыбырын бәрін бітеп, тазалап, ерттеп міну керек. Ат деген міне қандай мусор бар. Мас жүргенде ат қаламайды. Ләз болса барынша тазалап мінген дұрыс. Көкпар шабам деген атты екшілде көрмей көкпарға жарамайды. Сосын жібермей бағылады. Көктемде жібермейміз. Биыл мінетін болған екен. Сөйт. Қырықын шілдеге тұрғызған екен. Суытуы болады. Суытуында бірден көпке шықпай бір айланып, азғантай жерде айланып шым-шым тері шығады. Елу күнге шейін өз-өзіне кемейді ат. Мынау шеток деген бұл аяқты қорғайды, балтырды. Доданың ішінде ат езбес үшін міне өзің несі бар, басып қоясың. Сыртынан форманы киесің. Көкпардың сосын есік киесің. Қандай жағдайда болмасын, балтырды қорғайды. Мына шеток сол үшін. Ал енді мынау қазір дайын болып тұр атқа мінуге. Қазір енді ат мініп, тер шығарып қайтамыз. Кеттік. Я бисмилля. Менде бір оқиға болған сондай. Атым артындағы адам құлап қалған екен, сол айландырып бастым. Атым бет өзінше тырысып тұр екен. Бұл неғып етіп тұр деп қарасам, артындағы адам құлап қалып, соны екі артқы аяғымен төсінен басып алған атым. Бірақ оған салмақ салмай, сөйтіп тырысып тұрған жер екен да атым. Сонымен ойбай адам құлады деп тұрғызып алған екен. Артындағы жігітке айтады ғой. Мына төсің мықты екен сенің дейді. Орда адамның төсі не ол аттың салмағына? Орда аттың қасиеті болып тұр да орда. Ат баспайды. Одан кейін мынау
қайтқан кезде мысалы үшін көкпардан қайтасың, малдан қайтасың, тұман болатын болса аттың басын жіберсең өзі алып келеді үйге. Сондай бір қасиеті бар. Одан кейін бөрі жүрген жерде пысқырынып, оны да сезе біледі. Ондай сезімталдығы да бар. Үйірде жүргенде үйірді айланып бөрден қорғап тұрады енді. Ол өйтіп қорғаған үйірден жабағы аламайды. Жабағы деп атқанымыз биенің құлыны ғой. Ал айғыр слабий болатын болса, ол үйірден ешқандай құлын қалдырмайды. Оны қасқыр да біледі оны. Қасиеті бар аттың үйірден құлын бермейді. Көрдің ғой, анау мініп атырмын, бірінші мәрте мініп атырмын, мінез жоқ. Ол кезде 2 күннен бері адамның қандай несі екенін біліп қалдық. Адамның қасиетін білді, өзім екенін таныды, сөйтті де мөңкіген жоқ, басқан жоқ. Ал ұстай салып мінсең мөңкейді. Неге? Ол саған үйреніскен жоқ әлде. Сондықтан мөңкейді. Ал жаңында 1-2 күн қолда тұрғанның несі мөңкіген жоқ, жайменен жүре кетті. Бұл енді жайдағы мінсең қасиеті жаңағыдай простатит, мынау роматизм деген аурулардан сақтайды. Мынау аттың үстінен аш тер шығады. Сол аш тер жалаңаш отыру керек негізі. Жалаңаш отырған кезде мынау аттың терісі сіңу керек мынаған. Жайдақ жалаңаш отырсаң, простатит, роматизм деген суықтың бәрін алып түседі. Қазір енді мынау той көкпар дейміз ғой. Бата көкпар, той көкпар болып кетті. Соғышты той көкпарына мансақ болып кетті. Жаңағыдай шабам деген балдар шабамайды. Дөкейдің аттары шауып жатыр әйтеуір. Солар қолпаштап кетті жұрттың бәрі. Ал мына бата көкпар болса, маған қызығы сол бата көкпар. Бата көкпарда тартыс болады, басқа болады. Жалпы той көкпарға менің нем қызықшылығым жоқ. Бата көкпар болса, енді балдар тартады, қызық болады. Байлау мақсатымыз мынау тұяқтың үстін аттың тұяғы баспас үшін мына жер бар, мына тұяқтың үстін қорғайды. Мына жер көбіне көкпарда бастырылады. Бұрын байламаушы еді, қазір ат айландыру болған екен. Осындай әстер көп болады. Мынау арнайы шаппам болсын. Пышақ іздемейміз. Мына жерде сіңірді қорғайды ғой. Сондықтан байлаймыз ғой. Жазатайым. Тұяқ тиет, не қылады, содан қорғап тұрады. Қайда? Бағлан. Барған
болмасын. Мына талабың, Құдай талап берген нұр жаусын. Бар Алладан тілеген тілегің бар қабыл болсын. Оның ұяға қызың қияға қонғанмен өзің бір әдемі жақсарады. Соның барымыздан Devlet var. Amin. Sağ olsun. Мынау бүгін Талғаттың көкпары болып жатыр. Құдайға шүкір әдемі өтіп жатыр. Күн де жақсы. Мынау аз шаршау болса дегенмен жеттік мәресіге бір тастап мынау қайтып келе жатқан жеріміз еді. Жалпы мынау қазақстандықтар аттың үстінде жүрген ертілгі азаматтар мынау көкпар жақсы, алға дәл осылай жүре беріңдер.